Армысыз көрермен, Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып Атырау облысы құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының 2025 жылы атқарған жұмыстары мен алдағы жоспарлары туралы. Олай болса, ақпараттық алаңымыздың құрметті қонағымен таныс болыңыздар. Құсайынов Нұрберген Мәлікұлы, Атырау облысы құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы. Нұрберген Мәлікұлы, ақпараттық алаңымызға қош келдіңіз. Құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ақпараттық алаңымызда баспасөз конференциясын тікелей эфирде ютубтағы және фейсбуктағы ресми парақшаларымыздан тамашалай аласыздар. Сонымен қатар тақырып аясында сауалдарыңыз болса, комментарий бөліміне немесе 878-243-1320 нөміріне WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыздар болады. Олай болса, Нұрберген Мәлікұлы, сөз сіздің өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті облыс тұрғындары. Жалпы Атырау облысы бойынша басқарманың атқарған жұмыстары бойынша қысқаша мәлімет бере кетсем, 2025 жылы ауқымды жұмыстар жүргізілгенін өздеріңіздер білесіздер, көпшілігін көріп жатсыздар. Оның ішінде айта кететін болсақ, қазірдің осы 25 жылдың қорытындысымен 90-ға жуық нысан бой көтерген болатын. Оның жартысы басқарманың өзіне тиесілі болатын болса, қалғаны қала және аудан әкімдерінің тапсырыстарымен жүзеге асты. Қысқаша айта кететін болса, қазіргі таңда білім саласы аса маңызды болғандықтан бірінші осыдан бастағым келіп отыр. Себебі қазіргі кезде мектептің тапшылығы бойынша біраз ауқымды жұмыстар жүргізілді. Жалпы 18 мектептің құрылыс жұмысы жүргізілген болатын. Оның ішінде өздеріңіз көріп жатсыздар, күні кеше қабылданып жатыр. Келешек жобасы бойынша жүзеге асырылып жатырған 9 мектептің 3-еуі аудандарда болса, қалған барлығы қаланың басында. Атырау қаласындағы барлық мектептің сол келешек жобасы бойынша жүзеге асқан мектептердің құрылыс жұмыстары толықтай аяқталып, күні бүгінге пайдалануға берілген болады. Сонымен қатар, мынау Ақшалы шам ауданына қарасты шағын ауданда 2000 орындық бином мектебінің құрылыс жұмыстары жүргізілген болатын. Бұл жұмыстар да уақытылы аяқталып, күні бүгінге пайдалануға беру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар, мынау Атырау қаласында қосымша 5 мектептің құрылыс жұмыстары бюджет қаражатынан жүзеге асып жатыр. Оның 2-еуін аяқтай келдік күні бүгінге. Мынау Еркінқала ықшам ауданында және де Көктем ықшам ауданында құрылыс жұмыстары толықтай аяқталып, пайдалануға берілуде, яғни құжаттары жасақталды. Жақын арада толық мектеп яғни пайдалануға беріледі десем болады. Жалпы сонымен қатар балабақша құрылыс жұмыстары бойынша 7 балабақшаның құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 2-еуін осы өткен жылы толықтай аяқтап бітірген болатынбыз. Қалған жұмыстары ары қарай жоспарлы түрде жалғасын табуда. Сонымен қатар 8 балабақшаның жобалау сметалық құжаттамалары жалғасын тауып отыр. Денсаулық сақтау саласы бойынша қысқаша тоқтала кететін болсам, жалпы қазіргі кезде мынау көптен мәселе болып көтеріліп жүрген 2 емхананың құрылыс жұмыстары. Бұл жұмыстар әліге дейін жалғасып жатыр. Шыны керек, осы жылдың аяғында бір емхананы аяқтау керек болатынбыз, алайда қаражаттың көлеміне байланысты құрылыс жұмыстары осы көктем айына дейін созылған болатын. Бұл жұмыстарды уақытында аяқтаймыз, ары қарай жалғасын тауып жатыр, жүргізіліп жатыр, тоқтағанда жоқ. Сонымен қатар, мынау ауылдық денсаулық жаңғырту жобасы бойынша жүзеге асқан амбулаториялардың құрылыстары бойынша 2025 жыл 15 амбулатория толықтай аяқталып тапсырылған болатын. Күні бүгінге оның ішінде
екеуін осы жылдың аяғында бітірдік, бірақ қазіргі кезде қабылдау жұмыстарын жүргізіп жатыр, жақын арада пайдалануға береміз. Мынау ірі жобаның біреуі болып жүрген бұл онкологиялық диспансер құрылысы көптен мәселе болып көтеріліп жатыр. Оның жалғамасы ретінде радиологиялық диспансердің құрылыс жұмыстары қазіргі күнде жалғасып жатыр. Осы жылы жоспарлы түрде аяқталады. Ал онкологияның құрылыстары бойынша жобалау сметалық құжаттамасы толықтай аяқталып, қажетті құжаттар жасақталып, мемлекеттік сараптамаға жолданды. Жақын арада мемлекеттік сараптаманың қорытындысы алынады. Содан кейін ары қарай NCUC компаниясы арқылы құрылыс жұмыстары жалғасады деп жоспарлап отырмыз. Жалпы спорт саласы бойынша да тоқтай кететін болсақ, мынау көптен мәселе болып көтеріліп жүрген бұл спорт интернат құрылыстары. Спорт интернат құрылыстарының жұмыстары да жобалары жасақталған болатын. Қазір мынау жеке серіктестік арқылы ары қарай құрылысын осы жылы 26 жылы бастау жоспарда тұр. Бұл жұмыстар бойынша да құжаттары нақтыланып жасақтала келді. Осы жақын арада құрылысын бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Және де мынау орталық сауықтыру кешенінің қасында жалғама түрде салынып жатқан нысанды білесіздер, көптен тұрып қалған болатын. Бұл нысанда құрылыс жұмыстары жалғасты. Осы ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында елдің игілігіне пайдалануға беріледі деп жоспарлап отырмыз. Жалпы салалар бойынша атқарылып жатқан жұмыстар бойынша жұмыстардың қысқаша мәліметі осындай. Қосымша қоса кететін болсам, мынау мәдени саласы бойынша үлкен жобамыздың бірі мынау қаланың басында жүргізіліп жатқан концерт залы және қосымша қасында музей ғимаратының құрылыстары бойынша жұмыстар жоспарға сәйкес осы өткен жылдың екінші жартыжылдығында басталды. Өз қарқынымен, уақытымен жүріп жатыр. Осы ағымдағы жылда құрылыс жұмыстары жалғасатын болады. Себебі бұл 3 жылдық жоспар. Яғни 2027 жыл пайдалануға беріледі деп отырмыз. Бірақ қазірдің өзінде мынау мердігер компаниямен бірлескен шешімдердің арқасында құрылыс жұмыстарын уақытынан ертерек бітіруге жұмыстанып жатырмыз. Және соған талпыну арқылы сол ары қарай құрылыс жұмыстары сол бағытта жалғасуын тауып жатқан болатын. Түп тереңдету жұмыстары бойынша қысқаша тоқтай кетсем, жалпы аудан елді мекендерінде мынау су тасқынынан кейін көп шаралар жүргізілген болатын. Соның ішінде басқарманың тапсырысымен мынау Жем өзенін тереңдету, яғни Құлсары қаласына қатысты Жем өзенін тереңдету жұмыстары әлі күнге дейін жалғасын тауып жатыр. Яғни қажетті бұл жерде тереңдету жұмыстары, бөгеттер толықтай аяқталды бүгінгі күнге. Тек мынау алдағы уақытта келген суды реттеп отыратын арнайы шлюздардың құрылыстары қазіргі күнде жалғасып жатыр. Енді күннің суытуына, салқындауына байланысты кішкене құрылыс жұмыстары саябырсыды, бірақ жалпы жоспарға сәйкес осы 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында осы құрылысты біздер толықтай аяқтап бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Қиғаш, Орал өзендерін тереңдету жұмыстары бойынша бұл өз кезең-кезеңімен жоспарға сәйкес жүргізіліп келе жатырған жұмыстар. Орал мынау Жайық өзенін тереңдету жұмыстарын толықтай аяқтап бітірдік. Ал теңіздің басындағы мынау су тасқыны кезіндегі басталған жұмыстар бойынша 2025 жылы өткен жылы уақытша кішкене тоқтатылған болатын. Себебі лайлану процестері көбейіп кеткендіктен ары қарай мынау мердігер мекеме тарапынан жұмыстарды біздер жалғастыру, осы көктем мезгілінде қайтадан қалған жерлерде тереңдетіп шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі кезде енді мүмкіндік жоқ, мұз қатып жатыр ол жерге. Сол себепті уақытша жұмыстары тоқтатылып тұр. Ал жалпы қысқаша мәліметтер осы. Енді сала бойынша нақты келетін болса, сұрақтарға жауап беруге дайынбыз.
Ақпаратыңызға рахмет. Құрметті әріптес, сұрақ бар болса, ортаға шығып. Сәлеметсіз бе, Нұрберген Мәлікұлы, Каспия Ньюс, Казинформ тілшісі. Алғашқы сауалым, биыл облыс әкімі Астанада журналистермен кездескенде бірқатар спорт нысанының құрылысы жоспарланып отырғанын айтты. Бұл бағытта құрылыс басқармасы тарапынан қандай жаңа спорттық нысандар немесе жаңғырту жұмыстары жасалады? Биыл ақшасы бөлініп тұрған жобаларды айтсаңыз. Спорт саласы бойынша үлкен жобаларға тоқталатын болсақ, бұл жаңа айтуға стадион құрылысының жұмыстары. Жоба жалпы толықтай аяқталады. Қаражаты осы жылға қаралған. Яғни жоспарлы түрде биыл басталады деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар мұнайшы стадионын қайта жаңғырту жұмыстары бойынша да жобасы толықтай аяқталып тұр. Бұның да жоспарға сәйкес қаражаты 2026-ға жоспарлануда. Осы жылы жұмыстар басталады деп отырмыз. Және де бізде кішкене кешіңкіреп жатырған жұмыстардың біреуі бұл ипподром құрылысы. Ипподром құрылыстары бойынша арнайы келісімдер алу керек болғасын, себебі ол жерде арнайы жасөспірімдерге, балаларға арналған кішкене оңалту орталығы болғандықтан кішкене жобаға тереңірек кіру мәселелері болды. Сол себепті жоба әлінге дейін созылып жатыр. Бірақ жақын арада бітіреміз, бірақ осы жылдың екінші жартыжылдығында құрылысына кірісеміз деп жоспарлап отырмыз. Ал жаңа жеке серіктестік арқылы жүзеге асырады деп айтқан болатын. Бұл көптен біздің спортшыларымыздың мәселе қылып көтеріп келе жатырған Атырау облысына қажетті спорт интернат құрылысы. Ол жеке инвестордың қаржысына салынады, яғни? Келіссөздер жүргізілді. Жақын арада осы құрылысын бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жаңа аталған, яғни мен түсінгенім бойынша стадион мен ипподром және мұнайшыны жаңғырту жұмысы ол жергілікті бюджеттен қаржы бөлінеді. Бұл сома енді үлкен екені белгілі. Бұл неше жылға жоспарланып отыр? Нақты айтасыз ба? Мысалы, стадионда халық өте көп күтті, былтыр басталады деді, бірақ басталған жоқ. Содан кейін әкімдік тарапынан айтылған сын көп болды. Нормативтік мерзімдері бар өзінің, бекітілген жобалардың, әр жобаның. Сол норматив мерзімге жүзеге асырылады. Бұл жерде ең ұзақ жүргізілетіні бұл стадионның құрылысы. Жалпы өзінің бекітілген сарапшылардың нормативтік мерзіміне сәйкес 3 жыл жүргізіледі деп жоспарланып отыр. Қалған жобалар ауыспалы түрде 2 жылда бітеді деп жоспарлап отырмыз. Стадионның жобалық құны қанша? Жобалық құны нақты шыққан жоқ. Мынау мемлекеттік сараптамадан қорытынды салынғаннан кейін нақты айтылатын боламыз. Түсінікті. Жаңа сіз теңіздің тамағын тереңдету бойынша тоқталып өттіңіз. Бұл жерде теңіздің тамағында 2 жоба іске асып жатыр, қателеспесем. Бірі тікелей министрліктің, екінші жергілікті атқарушы органның 2024 жылы бұл жұмыс қатар жүрді. Тасқынға байланысты әкімдік сол кезде екінші жоба ретінде қатар жүріп, судың өтуіне мүмкіндік жасауға жұмыстанғаны белгілі. Бұл жұмыс енді былтыр тоқтап қалды дедіңіз, биыл жанданады. Бұл жерде нақты қандай жұмыс жасалды? Ол жерде көзбен барып көрген кезде бір жердегі топырақталып, екінші жерге айтарады. Ол жерден қандай эффективті нәтижені көруге болады? Және де бұның жобасы жұмыс басталғаннан кейін қатар жүрді. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді әріптес, сіз білесіз, өзіңіз мынау су тасқыны кезінде біздермен күн-түні бірге жүріп сол жерді көрдіңіздер, білесіздер жағдайдың қалай екенін. Ол кезде жағдайдың қалай болған. Біріншіден, 2 жобаның жоспарлы түрде жүргізілуі, бұл бірінші жоба министрліктің өзінің жоспарына сәйкес жүргізілген жобасы. Ал біздің облыстың арнайы техникалар қойылу арқылы жүргізілген жұмысы, бұл облыс әкімінің тікелей тапсырысымен атқарылған жұмыстар. Яғни тез лезде шешім қабылдау керек болды. Суды ары қарай асыру керек болды. Сол себептен сондай шараларды жүргізген болатынбыз. Ал қазылған жұмыстарға келетін болсақ, Жайықтың, Каспийдің деңгейі сол жылдары көтерілгенмен, бірақ жалпы жылма-жыл тартылып баратқанын өздеріңіз білесіздер. Яғни, былайша айтқанда, Жайық өзенінің каналын ары қарай соза беруге тура келіп тұр. Себебі сіз айтып отырсыз ғой, жаңа бір жағына қарай лақтыру себепті не үшін деп.
Себебі оның бір жағына канал жасалмаса, екі жағынан шаю арқылы толықтай мынау біздің қазған каналымызды қайтадан көміп тастау қауіптері бар. Сол себепті бір жағына бал соғу арқылы ары қарай каналды тереңдету жұмыстарын жүргіздік. Оның нәтижесін биыл халық көрді деп ойлаймыз. Себебі өздеріңіз куә болып отырсыздар, қаншама мынау теңізден кірген балықтар бар, теңізге шығып жатқан мынау арнайы кемелері бар. Соған мүмкіндіктер жасалды. Ал біздің мынау қазбай тоқтатқанымыз бұл теңіз жағының басы, яғни тамағы. Себебі жылдың соңында күз мезгілінде қатты толқындар болды, күн салқындады. Сол себепті мынау техникалармен кішкене терең жерде жұмыс жасау қиындығы туындатқан болатын. Қазір енді мынау кішкене судың деңгейі түсетін уақыт. Сол кезде түскенде арнайы техникалар қайтадан жіберіліп, каналды тиісті жобаға сәйкес нүктесіне дейін қазады. Үшінші сұрағыңыз, жобамен жұмыс неге қатар жүрді деп отырсыз. Ол жерде енді төтенше жағдай жарияланған болатын. Төтенше жағдай жарияланғаннан кейін ешқандай жоба жасақталмайды. Мынау арнайы мамандар шақыру арқылы, бұл мамандар біздер де бармыз, құрылысшылар да бар. Ол жерде біздер нормативке сәйкес арнайы жұмыстар жүргіземіз. Жалпы жобаны параллельно жүргізуге тура келді. Себебі лезде шешім қабылдау керек, сол жерде жұмыстар жүргізу керек. Сол себепті мынау мердігер мекеме әлі дейін мынау жобаға сәйкес қайта жасақтап жатқаны, қазіргі кезде мынау нақты жобасы, көлемі қандай болу керек екен бары анықталғаннан кейін соған сәйкестендіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал оған дейін сіздер қалай ақша төледіңіздер ол мекемеге, жоба болмаса? Тек қана аванс ретінде төленді, одан кейін қаражат төленген жоқ. Қазір тек жоба шыққаннан кейін қаражат төленіп басталды. Қателеспесем, ол жерде мен 2024 жылы көзбен аяқтай барып көрген кезде бұл жерде ешқандай канал жоқ, тек қана бір теңіз бен жайықтың қосылған тұсы ғой, қосылған тұсы деп айтсақ болады, иә. Ол жерде екі кәдімгідей мысалға бір жерден топырақты алып екінші жерге салып жатыр. Сіз айтып отырған каналды мен көрген жоқпын. Канал дейтін ол екі жағы қара жер, ортасы канал болу қажет емес па? Ол жерге сіздер каналды қалай қазайын деп отырсыздар? Оң жағына, бір жағына жиналған, сіз төбешікті көрдіңіз ғой барғанда. Иә, ол бірақ министрліктің жобасы болды. Бір-біріне лақтырып жатыр топырақты. Жоқ, ол переход арқылы жасалды. Жалпы министрліктің жобасы қасында параллельно, әкімшіліктің жобасы параллельно қаралды. Екеуінде жобасы жобаға сәйкес атқарылды қазір таңда. Содан шыққан илдар дейді ғой, балшық, саз балшықтар. Қазір тінде жиналып тұрған сол жердің астынан шыққан балшықтар жағында жиналып тұрған. Ал ол су шайып кетпей ма? Естественный канал пайда болды деп айтып отырмын. Естественный, соның арқасында, яғни сол жұмыстың арқасында естественный канал пайда болды. Себебі су Каспийдің өзі де ары қарай тартылып бара тұр ғой. Түсінікті. Бұл қанша шақырым және сіздер қазіргі уақытта қанша шақырым жерді жұмысты аяқтадыңыздар? Игерілген соманы айтып берсеңіз? Қазіргі таңда тек қана аванс ретінде 700 миллиондай қаражат берілді. Ең осы мынау төтенше жағдай кезінде 24-тен бастап, иә? 24-ші жылы берілді тек қана. Ал жоба бойынша 10 километрден астам жұмыстар жүргізілді. Енді қаншасы қалып тұр? Қазір 3 километрдей жұмысты қайтадан қарап шығады. Негізі бұл жұмысты сіздер 25-ке жоспарладыңыздар ма? 25-ші жылы аяқтаймыз деп жоспарладыңыздар ма? Негізі бұл жұмысты толықтай? 25-ші жылы аяқтаймыз деп жоспарладық, себебі оны аяқтауға бізге мүмкіндік болмағаны жобаны жылдың аяғына дейін созылып кеттік кішкене. Жалпы жұмыстың жобасы құны белгілі болды ма? Жаңа сіз 700 миллион төленді дедіңіз. Жалпы қанша атқарылу қажет? Жұмыстың құны қазіргі таңда 2 миллиардқа жуықтай болады. Бірақ сонда жалпы ұзындығы 13 шақырым ба? Сонда 3 шақырым қалды деп тұрсаңыз, сонда 13 шақырым жұмыстың күні бүгінге дейін 10 шақырымы аяқталды. 10 шақырымы қазылды. Жалпы 13 шақырымда қазылды. Мынау 2025-те де қайтадан мынау су лайланды ғой. Сол кезде 3 шақырымы кері бітеліп қалған болатын басы. Сол жұмыстар кері жалғастырып, мердігер мекеме аяқтап береді. Түсінікті. Жаңа сіз өз сөзіңізде 2 емхананың құрылысы жүріп жатқанын айттыңыз, иә? Қателеспесем біреуі Нұрсая, тағы да екіншісі бір Өркен ықшам ауданында сияқты, иә? Қайсының жұмысы негізі былтыр аяқталу қажет еді? Нұрсая. Не себепті аяқталмай қалды? Мердігер мекемеден біріншіден құрылыс жұмыстары мынау
жобаға білесіз ғой өзіңіз, былтыр сол жерге барлық журналистермен осы облыс басшылығымен бірге барғанда осы сұрақты қойдыңыз. Банағы жобаға өзгерістер енгізілді дедік, құны өзгерді, үстіне қосылды дедік. Сол себепті қазір таңда мынау бұның емхананың алынатын қажетті жабдықтары біздің елден емес шетелден келеді. Оған арнайы тапсырыс беру үшін апталар емес айлар керек. Сол себепті жалпы құрылыс жұмыстарын негізгі құрылысы аяқталғанымен ішкі ысылақ жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол жұмыстар бойынша біз мердігерден бұл мердігер жосықсыз емес жұмыстарын нақты жүргізіп жатыр, бірақ жоспарға сәйкес уақытылы жүргізілмегендіктен қазірдің өзінде пене ұсталып отырады. Айынан қажетті түрде келісімшартқа байланысты. Ал мынау жабдықтарға келетін болсақ, бұл 6 айдай уақыт алатын жабдықтар. Сол себепті бұны күтуге тура келеді. Осы наурыз айына дейін толықтай жабдықтарды осы объекттің басына алып келіп, сол кезде Нұрсаяны қабылдаймыз деп жоспарлап отырмыз. Түсінікті, рахмет. Нұрберген мырза, тағы бір соңғы сауалым. Жаңа сіз айттыңыз, Құлсарыда осы Жем өзені бойына шлюздар орнатылу бойынша, қанша шлюз болады, қанша шақырымдық сіздер бөгет соқтыңыздар, қай жеріне орнатылады, бұл не қандай мүмкіндік береді? Сол туралы толығырақ айтып берсеңіз. Бұл енді Жем өзені бойынша көптеген интервью бердім, мен шақырымдарында айттым. Ол жерде жалпы барлығын қосқанда бөгеттердің километражы шамамен 100 километрдей. Ал Жемнің өзінің тереңдету жұмыстары 40 километрден астам. Шлюзға келетін болсақ, бір негізгі шлюз бар. Мынау өзіңіз көрдіңіз ғой барғанда Құрсай өзенімен, ал Құлсары қаласына қарасты бұрылатын жерден бастап Жем өзенінің бойына үлкен арнайы регуляторный реттегіш шлюз орнатылады. Соның негізгі құрылысы бар. Және де судың шыққаннан кейін, Қамыс көлден кейінгі жерде тағы бір кішкентай шлюз орнатылады. Жалпы 2 шлюз, оның ортасында 3-ші шлюз деп жүргендері ол өткел. Мынау Қарағай халқының тұрғындарының ұсыныстарына сәйкес салынып, екі ортада өткел ретінде кішкентай шлюз салынатын. Жалпы 3 шлюз. Түсінікті, рахмет көп жауабыңызға. Рахмет. Әріптестер, тағы сұрақ бар ма? Болмаса әлеуметтік желіден әріптестеріміз сұрақ қойған екен. Атпресс сайтының тілшісі Аружан: Халел Досмұхамедов атындағы университеттің номер 2 жатақханасының қазіргі жағдайы қандай? Қазіргі таңда ол ғимарат жартылай қираған күйде тұр. Өткен жылдың сәуір айында облыстық құрылыс сәулет және қала құрылыс басқармасы университетпен бірлесіп апатты жағдайда тұрған 2 жатақхананы бұзып, олардың орнына 1000 орындық заманауи жаңа жатақхана салу жұмыстары басталатын туралы ақпарат жарияланған болатын. Бүгінгі күйі қалай? Жалпы бұл ғимарат сүріліп, орнына 1000 орындық емес, 900 орындық жатақхана құрылысы салыну керек. Бұл жоспарға сәйкес жүзеге асып жатыр. Қазіргі кезде әлімге дейін жобалық сметалық құжаттамасын жасақтап жатырмыз. Яғни аяқтадық жобасын жасақтап, мемлекеттік сараптама қорытындысына жолданады осы жылы. Осы наурыз айына дейін толық құжаттары біткеннен кейін ары қарай сүріліп құрылыс жұмысын бастаймыз. Жауабыңызға рахмет. Рита Өтеуғали: алаяқтардың кесірінен құрылыс тоқтаған Байсанат тұрғын үй кешенінің тағдырын білгіміз келеді дейді. Әкімдік инвестор тауып береміз деген, ол да қорытындысыз қалды. Бұл енді сұрақ әріптестерімнен сұрап қосымша қажетті болатын болса жеткізерміз, себебі маған тікелей қатысты емес сұрақ болып табылады. Рахмет. Және де Марина Қуанышева әріптесімізден келген сұрақтар бар екен. Құлсары қаласындағы реабилитациялық орталықты өткен жылы тапсыру жоспарланған болатын, бірақ су тасқынына байланысты мерзімі кейінге шегерілді. Қашан тапсырылады ғимарат? Құлсары қаласындағы жалпы Құлсары қаласында 16 орталығын құрылыс жұмыстары жергілікті әкімшіліктің тапсырысымен жүргізіліп жатыр.
Ал құжат айналымына келгенде кішкене кедергілер болып жатыр, созылып кеткені рас. Осы ағымдағы жыл толықтай аяқтап бітіріп осы жақын арада беретін болады, аудан әкімінің өзінің тапсырысымен жүргізіліп жатыр. Жауабыңызға рахмет. Қалалық номер 30-шы мектептің жағдайы қалай шешілуде? 30-шы мектептің жағдайы бойынша білім басқармасының тапсырысымен күні бүгінге қайтадан техникалық зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның нақты қорытындысы шыққаннан кейін ары қарай қандай жұмыстар атқарылатыны белгіленіп болады. Жауабыңызға рахмет. Және де соңғы сұрақ, облыс әкімі орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингде айтқан, орталық көпірден таратылатын қосалқы жолдар және өткел көпірлер қашан қай жерде салынады дейді. Бұл жұмыстар бойынша нақты білмейді екенмін, әріптестерімнен сұрап берейін. Себебі жол басқармасына қарасты нысан болып табылады. Жауабыңызға рахмет. Олай болса сұрақтар легі аяқталды. Нұрберген Мәлікұлы ақпараттық алымымызға келіп маңызды ақпараттармен бөлісіп сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен кезекті баспасөз конференцияны аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.